Сәлем достар! Бүгін біз Африканың ең ерекше мемлекеттерінің бірі Намибияға саяхат жасаймыз. Бұл ел тек табиғатымен ғана емес, дәстүрмен де таңқалдырады. Әсіресе Намибиядағы Химба тайпасының салт дәстүрлері сізді қатты таңдандырады. Өйткені оларда бізге мүлде жат әдеттер бар. Мысалы, қонақ келгенде әйелін қонаққа сыйлау дәстүрі осы тайпада әлі күнге дейін бар. Қызық па? Ендеше соңына дейін бірге болыңыз. Себебі біз тек осы дәстүрді емес, химбалардың өмір салтын, сұлулық құпияларын, байлық өлшемін және бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатқан ғажайып әдеттерін талқылаймыз. Алдымен Намибия жайлы қысқаша айтып өтейік. Намибия Африканың оңтүстік батысында орналасқан ел. Оны кейде қызыл құмның отаны деп атайды. Себебі мұнда әлемдегі ең көне және ең үлкен шөлдердің бірі Намиб шөлі бар. Мұндағы құм төбелерінің биіктігі 300 метрден асады. Елдің халқы бар болғаны 2,5 миллионнан сәл ғана асады. Яғни Қазақстанның бір облысындай ғана, бірақ мәдениеті мен дәстүрі өте бай. Намибия табиғи саябақтармен, сирек кездесетін жануарлармен және ежелгі тайпалармен әлемге танымал. Елдің ресми тілі ағылшын, бірақ ондаған жергілікті тілдер қолданылады. Соның ішінде бізге ең қызығы Химба тайпасы. Химбалар Намибияның солтүстігінде Кунене аймағында өмір сүретін байырғы халық. Олардың саны көп емес. Бар болғаны 50-60 мың ғана адам. Бірақ сол аз санымен әлі күнге дейін көне дәстүрін берік сақтап отыр. Негізгі өмір сүру салты мал шаруашылығы. Әсіресе сиыр олардың басты байлығы әрі мақтанышы. Кімде қанша сиыр бар, сол кісінің беделі соншалықты жоғары саналады. Химба тайпасының ең үлкен ерекшелігі әйелдері. Шынымен де, Химба әйелдері өте әдемі әрі өзгеше көрінеді. Оның сыры неде деп ойлайсыз? Олар денесіне оджизе деп аталатын қоспа жағады. Оның құрамында сиыр майы мен қызыл түсті тас ұнтағы бар. Бұл қоспа бірнеше қызмет атқарады. Күннің ыстығынан қорғайды, керіні құрғатпайды, әрі қызыл түс беріп, сұлулықты арттырады. Химба елдерінің денесі осылай үнемі қып-қызыл болып жүреді. Шаш үлгісі де ерекше. Әрбір өрімнің өзіндік мағынасы бар. Мысалы, қыз балалардың шаш үлгісі олардың әлі тұрмысқа шықпағанын көрсетеді. Ал тұрмыстағы әйелдердің шашы басқаша өріледі. Үлкендердің шаш пішіні тағы өзгеше. Яғни тек шашқа қарабақ адамның жасын, мәртебесін, немесе отбасылық жағдайын білуге болады. Енді тазалыққа келсек, бұл жерде бәрімізді таңғалдыратын жағдай бар. Химба әйелдері еш қашан суға түспейді. Өйткені олардың аймағында су тапшы. Бірақ бұл олардың лас дегенін білдірмейді. Олар хош иісті шөпті түтіндетіп, сол түтінге шомылады. Бұл бір жағынан жуынудың орнына жүреді. Екіншіден, денеден жағымды иіс шығарады. Демек олар өзін осылай таза ұстайды. Ал енді ең қызық әрі ерекше дәстүріне тоқталайық. Бұл дәстүр укожокоре деп аталады. Оның мәні қонақжайлықтың ең жоғарғы деңгейінде. Егер Химба ер адамның үйіне сыйлы қонақ келсе, ол өзінің әйелін сол қонаққа түнге жібереді. Яғни әйел қонақпен бірге болады. Бұл біз үшін өте тосын әрі оғаш көрінуі мүмкін. Бірақ Химба мәдениетінде бұл қызғаныш емес. Керісінше,
Қонаққа деген сенім мен құрметтің белгісі. Ер адам әйелін қонаққа беру арқылы оған «Мен саған толық сенемін, сені бауырындай көремін» дегенді білдіреді. Зерттеушілердің айтуынша, мұндай дәстүрдің түпкі мақсаты тек құрмет көрсету ғана емес. Сонымен қатар, тайпаның ішінде бірлікті күшейту, адамдардың арасындағы сенімді арттыру. Кейбір ғалымдар бұл дәстүр халықтың генетикалық әртүрлілігін сақтап қалуға да көмектескен болуы мүмкін деп болжайды. Химбалардың тұрмыс-тіршілігіне келсек, олардың өмірі қарапайым. Үйлері балшық пен ағаштан жасалған шағын күмбез тәрізді. Негізгі тағамдары сүт пен сүт өнімдері. Кейде ет жейді, бірақ сиырды оңайлықпен соймайды. Өйткені сиыр байлықтың символы ғана емес, өмір сүрудің басты кепілі. Балалары кішкентайынан мал бағуды үйренеді, дәстүрді бойына сіңіреді. Ал қазіргі заманда химбалардың жағдайы қалай? Соңғы жылдары Намибияға туризм дамып келеді. Көптеген туристер арнайы химба тайпасын көруге барады. Саяхатшылар үшін бұл тайпаның өмірін көру ерекше әсер. Кейбір химбалар қалаға жақындап, заманауи өмірге бейімделіп келеді. Бірақ шалғайдағы ауылдарда көне дәстүр әлі күнге дейін өзгермеген күйінде сақталып отыр. Жастардың бір бөлігі мектепке барады, бірақ соның өзінде дәстүрін ұмытпауға тырысады. Сонымен достар, Африканың бір бұрышында осындай таңғажайып халық өмір сүріп жатыр. Олардың дәстүрлері бізге оғаш көрінуі мүмкін. Бірақ өздері үшін бұл қалыпты, ғасырлар бойы қалыптасқан өмір салты. Химба тайпасы көне дәстүрін әлі күнге дейін жоғалтпай отырған сирек халықтың бірі. Әр халықтың мәдениеті әртүрлі. Біз үшін түсініксіз нәрсе, олар үшін үлкен құндылық болуы мүмкін. Сондықтан мұндай әдет ғұрыптарға таңғала отырып, сонымен бірге құрметтен қарау керек деп ойлаймын. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Егер осындай қызықты тақырыптар ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда әлемнің басқа да ерекше дәстүрлерімен танысамыз.